Осындай сұрақ қойыпты бір кісі, и плюс айтыпты, өмір сыртта жүресің, тамақ істей алмайсың, бір бәлема деп. Мен вообще реально негізі тамақ істей алмаймын. Негізі мені бұрыннан бері оқитын адамдар біледі, мен тамақ істей алмайтынды, и жалпы істеуге, үйренуге де бір құлшынысы жоқ адаммын негізі. Вот. Былай негізі сырттан тамақ жеген ұнайды, только иногда бір домашний тамақтар жегім келіп кетеді бар. Бірақ сырттан тамақ жеген ұнайды. Сасымайсың, тамақтың иісі шықпайды, 10 сағат күтіп 2 минутта жеп тойып қалмайсың. Сондықтан сіздерді негізі ол нәрсе бір дамытып оқитын нәрсе емес, просто мен өзім натурам өз сондай адаммын, өте көп сөйлейтін адаммын, иногда чересчур көп сөйлеп кетемін, и соған байланысты может солай қалыптасқан шығар, және мен қазақ тілін өте жетік меңгергенмін. Қазақ тілін өте қатты бір игергеннен кейін автоматты түрде барлық ойыма келіп тұрған сөздерді тез және де түсінікті етіп жеткізе аламын. А так былай негізі расымен де тіл байлығының жоқтығы, ойындағы нәрсені жеткізе алмау, ол өмірдегі ең қиын дүниелердің бірі ме деп ойлаймын, себебі көп нәрсе ішіңде қалып кетеді. Бірақ кітап деп басқа деп жатады, оның да қатысы бар шығар, бірақ негізі общениеге больше не беріледі деп. Енді жалпы барлық адам бүкіл жерде өзін үздік деп санайды ма деп ойлаймын негізі, и санау керек деп ойлаймын. Әр адам ең бірінші ол өзі үшін ең мықтысы, ең үздігі, ең кереметі болуы тиіс. Мен өзімді үздігімін деп ойлаймын. Менен басқалары да болған шығар, может быть, басқалары да енді сіздер үшін солай болған шығар, бірақ енді солай шешілді, так и есть. Жалпы мен өзім болған жердің барлығының үздігі деген сөзді естуге, жалпы кішкентай кезімнен бастап не істесем де, не жасасам да, сондай бір үздік болуға тырысқан адамдардың қатарынанмын. Бұл сұраққа мына кісі жауап беру керек па деп ойлаймын. Что там той қашан? Суббота. Қай суббота? Құпия. Сержан үйленбейді деген комментарийлерді енді түсініп жатырмын, рас екен. Үйленбей жүр. Істесем екен. Өз дайын емес. Өзім алып қашып кетсем бекен, істесем екен. Болғаннан соң қашады. Қашан қашты? Всегда. Дайын емес. Айтшы. Не. Как вы сделали из брутального душку? Дайте и нам секрет, только не говорите, что он сам бит. Нормально. Брутальный душка. Душка деген жаман сөз деп айтып жатыр едім уже. Чё? Жақсы деген сөз. Мә, сен арың екенсің. Негізі, короче, андай ғой. Еркектердің бәрі душка ғой негізі. Ешіп айтпайтын жақсын душка бәрі де. Енді жақсы көретін қызының қасында бәрі сондай ғой. Енді маған бүкіл еркек душка деп тұрған жоқпын. Біз просто жаңа кішкене ұрсып қалып едік, сол настройда әлі жатырмын. Әлі кешіре алмай жатырмын. Живи пока. Пока что живи. Ема, көндерім ашыланып отыр. Бұл да бір сіздер ойлағандай душка емес негізі. Лой ғой Сержан деген. Просто делает вид.